Кэтрин Гринфилдтің бас сүйегі. Кэтрин Гринфилд 17 ғасырдың басында Бёртон Ангенс атты мекенжайдағы үлкен зәулім сарайда өмір сүрген. Аңыз бойынша сарайдың құрылысы аяқталуға жақын қалғанда қарақшылар түнде үйге түсіп, Кэтринді азаппен өлтірген дейді. Өлімнің алдында ол әпкесіне менің денемнің бір бөлігі осы үйде көмілмейінше менің жаным тыныштық таппайды деген. Алайда оның әпкесі оның сөзіне мән бермей оны жерлейді. Қанша уақыт өткеннен кейін зәулім үйде түрлі құбылыстар байқап Кэтриннің әруағы жүреді. Тіпті адам өміріне қауіп туғызатындай да заттар болады. Кейін дін адамдарымен келісе отыра әпкесі оның бас сүйегін алып үйге қояды. Бірақ бас сүйек үйде болғанымен оны бірнеше рет алып кетуге немесе бірнеше рет апаруға, барлық мекенжайын өзгертуге тырысқанымен бас сүйек үйден кеткен күнде онда түрлі құбылыстар, өлім, қорқыту және де аруақтардың жүруі байқалады. Сондықтан да сол себептен Кэтриннің бас сүйегін сол зәулім үйде жерлейді. Кейін оның аруағы тыныштық тауып, ондай құбылыстар болмаған.